Еркем lan! Еркем lan! Кім мен мынау? Кім мен алғанып еркем lan жүрген? Еркем lan! Короче, сені мен шақыртып жатыр. Айтпашы одан ай. Біздің ауылға бір жедел көшіп кепті. Кім екен өзі? Несі бар біліп қайтайын. Мері шақыртып жатыр. Айта бір мэр. Еркем lan. Короче, анау жедел деп айтады. Ана бизнесмен жедел келіп тұр біздің ауылға. Сол жедел көшіп келді. Ол жұмысшы іздеп жүр екен. Қандай жұмысшы? Жедел жұмысшы оған керек жоқ. Креатив қоса алатын жұмысшы. Яғни біздің ауылда креатив сен ғана қоса аласың ғой. Иә, бірақ мен креативті қоса аламын, бірақ оны ақша керек қой үшін. Админге бару керек те. Ана жедел. Еркебұлан. Сенің атын Еркебұлан ба? Иә. Короче, мен саған креатив қосып беремін. Яғни ақша берейін үшін креатив алып. Сен маған иә осы мэрдің үйінде үй салып беруің керексің. Оқтың ба? Жарайды, егер үй салып беретін болсаң, сен ақшаңды берейін. Солайша екеуміз осы ауылды дамытатын боламыз. Почти. Егер сен мэрдің үйінде үй сала алатын болсаң, сені почти жұмысқа алдық деуге болады. Маған тез ақша беріңіз. Қазір күтеді. О, көптен көп рахмет. Көрші, бос ақша жетеді маған. Шынымен жете ма? Мына ақша бір күнге креативке жетеді, 24 сағатқа. Жарайды, енді креатив кел. Так. Елусі мен камерамды қосып достармен амандасып алайын. Хей, бәріне сәлем достар. Сіздермен бірге мен блогер Еркебұлан достар. Яғни айтқанда достар, біздер қандай видео түсіреміз десеңіздер, достар. Біздер, короче, маған бір мені шақырады ғой, таңертең ұйықтан тұрам. Мені шақыртып алды ғой. Бір бизнесмен жетер маған деп айтады ғой. Яқ мердікіндей бір үй салып бер. Үй салсаң сен жұмысқа алам дейді ғой. Короче, мен креатив жоқ деп айтып едім, короче. Креативке мәді, мынанша жұмыс бересің ғой. Яғни достар, креативке 1 сағатқа 1 изумруд алады. Ал мына өте көп изумруд. Демек достар, мен яғни айтқанда бұл жұмысқа қайтсам тұрып алуым керек пе? Достар, осы бір жерге бір үй салып беретін құсаймын достар. Яғни мен көршім болады, короче. Бұл өте маған жақсы бастам болды. Неше мен бар креатив сатып әкелейін. Уже достар, мен көріп тұрғандарыңызды креатив сатып әкеліп қойдым. Короче, мен ана бизнесмен жедел қайтайын. Бизнесмен жедел, короче, мен креатив сатып алдым. Жарайды, ендеше дәл осындай үй салып алып кел. Жарайды, содан кейін мен саған ақылын беретін боламын. Жарайды. Короче, мердікіне үй сал деді. Почти онда маған демек, бұл өзіне керек. Ағаш керек. Терезе керек. Есік керек. Қайтып чатыр керек. Мынандайды керек, короче. Есепті алайын достар. Почти деген мына жаңғырайын. 2 блок, короче. Яғни айтқанда 1, 2, 3, 4, 5. Ой, чатас кетті достар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ба, точно? Так. Мына жақта деген 3, мына жақта деген 3, 6. 6 мен мынау 7, мынау 8, 9 екен достар. Ал биіктің саны 1, 2, 3, 5, 6 екен достар. Биіктігі 6, ал жанның размері 9 короче. Неше көрейік достар салып. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ал мына жақ жаны қанша екен? Мына жақ жаны почти дегенде 4, терезені қосқанда 8, 2, мынау 2, 2, 6 екен. Достар, ендеше мен кішкене нобайын келтіріп алғаннан кейін кездесеміз. Короче, достар, мінекей алдың. Яғни мына жақ 2 терезесі осылай шықты. Так, алды қалай болады? Алдын ане құтасы андай керек. Короче, ане құтасы андай тас бар екен. Хоп дейміз да. Ой. Хоп дейміз да, ане құтасы деген тасы почти.
Тасан терезесі деген алтау. Түсінікті. Алайда жаным блоктар қанша екен достар? Жаным блок 1, мына жақтағы 2. Хоп, хоп, хоп. Дейміз да достар. Айтпақшы достар, сіздер құрдан құрып отқанша каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Менің ойымша ол сіздерге оңай деп ойлаймын достар. Дұрыс па екен? Ай, құлынай дейсің. Короче, достар, мен читаға ішкен почти. Хоп. Ендеше достар, біз үйді салып болғанда кезегеміз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мінекей біз уже чатырын жасап жатырмыз. Прикинь, достар, ол ауылды почти дамытамыз деп айтты. Егер де достар, олар ауылды дамытатын болса, бізге шанс қой достар. Яғни айтқанда біз көрші ауылға барып, шашымызды алдырып, азық-түлікті көрші ауылдан алдырып, сөйтіп қиналып жүрдіміз. Ал енді қарасаңыздар достар, жекеменшік дүкеніміз болады. Және де азық-түлік дүкені. Басқа да жол анау-мынау жасайтын ұқсайды. Достар, яғни айтқанда біздің жақта артық шақта көп. Сол шақталарды жаптықта тіпті көрім болушы еді. Яғни ақырында бизнеске жол баса жатырмыз достар. Яғни айтқанда біздегілерді бизнесмен деп атайды енді достар. Так, мінекей почти үйінің сырты осындай болды. Ал ішіне кезек келетін болса, ішінде сол қалып шөп мөп анау-мынау талқан пала болып жатыр да. Бана дейміз, не көптестіріп алыстап тағып жібереміз да. Короче, достар. Так. Некі почти осындай емес, шығанда еді, шүңгіргеншіз. Почти өрт аласа ғой деймін, жетеді не істеп қойыпсыңдар. Әргі аламыз, чатағым болмасын. Так. Шығашы 3 блок. 4 блок дейін ана. Түсінікті. Достар, ендеше біз ішін сәл істеп оны кезегеміз. Короче, достар, яғни айтқанда барлығы дайын болды, енді ішін істесек болды. Бізге мұнау керек. Және де почти ол бизнесмен ғой, почти мынандай санды қоя салайық. Кішкене сән үшін ғой достар. Ал енді ішін әдемілеп отырып, бір кремде төсеп шықсақ бір. Хоп деп. Ал енді мына қырда төсегін қояйық. Үшін төсектің басты тұсыры әдемі болу керек қой. Сондықтан осындай блокты аламыз да. Хоп дейміз да. Мінекей достар. Мен önce бұл өте әдемі болған секілді деп ойлаймын. Некоторые екісін үшін қоямыз. Мына жақтарға пешкі. Яғни осындай анау-мынау заттарға қоямыз дейді. Мына жаққа сәл пәден клем болу керек дейді. Отыратын да заттар. Енші достар, біз ішінде сықмады кезге. Короче, достар, көріп тұрғаннан мінекей дайын болды. Енші ол адам ұнайтын секілді. Ол мен өзді жүр ғой. Бизнесмен жетел. Еркемлан айта бер. Неке көріп тұрғаннан үй дайын. Болды анау үй. Менің ойынша ол маған өте қатты ұнады. Оны тіпті ішінде көріп отырмыз. Сен бірден жұмысқа алындың, Еркемлан, құттықтаймын. Рахмет. Енді жұмысты қашан? Ертеңнен бастаймыз. Ертең ауылға супермаркет, яғни кішігірім магазин соғатын боламыз. Так. Түсінікті, рахмет дейміз. Сонда кішігірім маркет соғамыз, яғни дұрыс оқытың деп ойнаймын, Еркемлан. Айтпақшы, Еркемлан, саған бір айтар жаңалығым бар. Екеуміз
болды жарып жіберейік десене. Сіз прикольчик екенсіз. Яғни ютубтан көріп алған әзіл ғой. Короче, үй ұнады. Ертеңнен бастап жұмысқа келсем болады. Рахмет. Давай. Достар, ақыры үйді сақол. Кішкене өзімнің факел көңілі. Тасқанға отырмын. Уже мен кішкене чай ішедім достар. Өйткені айтқандай осындай қиындықтар болды. Енді рәдемелеп тұрып бір Free Fire ойнап жіберейік. Ой. Free Fire. Қосылды. Start кібірен. Учим мамынды хоп дейгіл. Хоп. Сізден қалғанымыз. Хедшот береміз. Жынды хедшот кетті. Тақта келші мен видеомды аяқтайын. Короче, достар. Осымен болған видеоға сіздердің көптен көп рахмет. Сіздер каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ендеше ертеңнен бастап достар жаңа блог күтеміз Майнкрафттан. Ертең мен алғашқы жұмыс орныма барамын. Айтсыз отыр достар. Мен де уже немеске блин, неме басыма хедшот беріп кетті ғой. Достар, енді осымен видео аяқталды. Қош сау болыңыздар.